Айгүлдің өзіне қарама-қарсы тұрған ер адамға бағытталған көзқарасы өшпенділікке толы еді. Ол жұдырықтарын түйіп төменгі ернін тістеді, бірақ одан көзін алмады. Бұл көзқараспен ол өзіне ауырлық әкелген адамды өртеп жібергісі келді. Осы өшпенділікпен өз ауруы мен қорқынышын бөлісетін ешкім жоқ еді. Бұл ең қорқыныштысы еді. Жалғыздық, онда тек өзі ғана бар еді. Оның еріндерінде пайда болған мысқыл күлкісі аңның ырылдауына көбірек ұқсайтын. Ол сұрақ қойды, содан кейін баяу қолын созып, үстелден белдікті алды. Соңғы бірнеше айда Айгүлге ең қатты ауырлық әкелген құрал. Айгүлдің денесі әдеттегідей дірілдеді. Қорқыныш оның болмысын билемес бұрын әрқашан солай болатын. Айгүл бұл қорқынышты да жек көрді, бірақ ол адамнан әлдеқайда аз. «Мен сені көріп тұрмын, сені жек көремін», деді ол қарлыған дауыспен, бірақ ол есту үшін жеткілікті анық айтты. «Ондай сөздерің үшін сені саламаттың ешкісіндей сабау керек», деді ол, және қолындағы белдікті қайтадан босатты. Айгүл бәрінің немен аяқталатынын алдын ала білді. Кезекті көрсеткіш жазадан кейін ол ұзақ уақыт ақсаңдап жүретін еді. Ол оны аяусыз ұрды, оны аямай, ол 10 жасар қыз емес, ең қатал жазаға лайық қылмыскер сияқты ұрды. Бұл бірнеше жылға созылды, содан кейін кенеттен басталғандай аяқталды. Бірақ естеліктерді жадынан өшіру мүмкін емес еді, ал өткен шақтың елесі Айгүлді түнгі қорқынышты түстерінде қуып жүрді. Таңертең тер мен жастан дымқыл болып оянған Айгүл ұзақ уақыт айналасына қарап, оның қайтадан пайда болып, қолына белдік алатынынан қорықты. Бірақ 15 жылдан астам уақыт өтті. Айгүл бұрыннан басқа өмір сүріп жатты, және оның түстері қаншалықты шынайы болса да, ол оның пәтерінде пайда бола алмайтын еді. Әр таң сайын Айгүл жүгіруге шығатын. Ол спортшы емес еді, және өзінің онсыз да дерлік мінсіз фигурасын қадағалауға тырыспады. Жылдың қай мезгілі болса да, ауа райы қандай болса да, күнделікті жүгіру әдетке айналған еді. Айгүлге таңертең үйден қашып кету ұнайтын. Жүгіру кезінде ол басынан артық ойларды шығарып тастап, сонымен бірге өте маңызды нәрселерді ойлайтын. Айгүл өз бетінше өмір бастап, басқа қалаға көшіп келгенде, ол күнделікті жүгіруге мүмкіндік болу үшін саябақ аймағының жанынан үй іздеді. Бұл міндетті талап еді. Тіпті іздеуге 1 айдан астам уақыт кеткеніне қарамастан. Жүгіріп келгеннен кейін ол душ қабылдап, кофе ішіп, таңертеңгі жаңалықтарды көретін, содан кейін жұмысқа баратын. Жаңа жұмысшы әйел жұмыс істейтін мектеп үйінен 5 аялдама қашықтықта орналасқан. Кейде Айгүл жаяу баратын, бірақ көбінесе автобуспен жүретін, өйткені ол жұмысқа уақытында келіп, жұмыс күнінің басына дайындалып үлгеруді ұнататын. Айгүл бұл мектепте 2-ші жыл жұмыс істеп жүрді. Көктемнің 4-ші тоқсаны наурыз айы болатын, бірақ далада жылына бастаған еді. Айгүл алдымен жүгіруге шығып, содан кейін жұмысқа баруды ұнататын. Айгүл мектепті, балаларды жақсы көретін және өз ісін жақсы білетін. Ол балаларды оқытуды, оларға жол табуды білетін. Өткеніне қарамастан, мұғалімдер ұжымында оның қарым-қатынасы жақсы болмады. Айгүл достарымен жақын адамдары жоқ адамдар санатына жататын, өйткені ол оңай адам емес еді. Оған басқа адамдармен тіл табысу қиын болатын. Ол барлығынан ықтимал жауларды немесе оған ауырлық әкелуі мүмкін адамдарды көретін. Ол өзін қорғауды бұрыннан үйреніп алған және уақытының көп бөлігін ойдан шығарылған проблемалармен күресумен өткізетін. Айгүл, қайырлы таң, деп оны тарих пәнінің мұғалімі Айжан апай қарсы алды. Бәлкім, бұл жас әйел Айгүл тіл табысқан бірнеше әріптестерінің бірі болар. Қалғандары Айгүлге қатысты қашықтықты сақтап, оны директордың сүйіктісі және көтерілгіш деп санайтын. Сәлеметсіз бе, Айжан апай? Қуаныштымын деп жауап берді Айгүл. Біздің ескі гвардия әлі жинала қойған жоқ. Ескі гвардия деп Айгүл үлкен жастағы педагогтарды меңзеді. Олар жас мұғалімдерге ақыл айтуды және әрдайым орынды бола бермейтін кеңестер беруді өздерінің міндеті деп санайтын. Көріп тұрғаныңыздай, қандай көңілді, деді Айжан, Айгүлге сіз деп сөйлеп.
олар әлі автобустар мен көліктерде келе жатқан шығар деп Айгүл шайнекті қосып күлді. Олар айжанмен шай ішті, содан кейін өз кабинеттеріне тарады. Дәл осы уақытта мұғалімдер бөлмесіне жас әйел педагогтардан үлкенірек және сондықтан олармен көп араласпайтын қалған оқытушылар жинала бастады. Айгүл химия кабинетіне кіріп есікті жапты. Ол бүгін өзі сынып жетекшісі болып табылатын сыныпқа жаңа оқушы келуі тиіс екенін білді. Ол қиын бала еді, бұл туралы барлығы, соның ішінде директор мен оқу ісінің меңгерушісі де білетін. 10 жылдық жасөспірім бұрынғы оқу орнында тек нашар оқушы және тентек қана емес, сонымен қатар дөрекі ретінде де танымал болған. Айгүл оның отбасында проблемалары бар екенін білетін, ол анасы мен өгей әкесімен тұратын. Және неге екені белгісіз, Айгүл жаңа оқушымен тіл табыса алатынына сенімді болды. Есік қағылды, содан кейін есік алдында әйелдің жүзі көрінді. Айгүл оны бірден танымады, бірақ бұл жаңа оқушының анасы еді. Ол кеше құжаттар тапсырып, директормен және сынып жетекшісімен танысуға келген. Айгүл қасын шымырып, жаңа оқушының анасының есімін есіне түсіруге тырысты, бірақ ешбір жолмен зейінін жинақтай алмады. Айгүл, қайырлы таң. Мен Бақытжанды алып келдім, деді ол есікті ашып, алға қарай шашы бұйра, арықша келген ұзын бойлы жас жігітті итеріп жіберді. Бұл жақтырмай қабақ түйіп, бір орында таптанып тұрған Бақытжан еді. Сәлеметсіз бе, Бақытжан, деп Айгүл жаңа оқушысын сыпайы қарсы алды. Ұялма, кір. Менің атым Айгүл, мен сенің жаңа сынып жетекшіңмін. Біз бір-бірімізге үйренеміз. Бала өзінен бірдеңе күбірледі, бұл сәлемдесуге ұқсайтын. Айгүл, айтыңызшы, ол қай жерге отыруы керек? Ал мен жұмысқа қарай жүгіремін, деді анасы, ұлын парталарға қарай жеңіл түртіп. Терезенің жанындағы 3-ші қатарға отырсын, деп жауап берді. Айгүл және Бақытжанның өз орнына барып, мектеп рюкзагын орындыққа қатты тастағанын бақылады. Айгүл есімін есіне түсіре алмаған Бақытжанның анасы тез қоштасып, сыныптан жүгіріп шықты. Айгүл Бақытжанға қарауын жалғастырды. Ол өз орнына жайғасып, портфелінен бірдеңе іздеген болып көрінді. Айгүл жеңіл жөтеліп, өзінің бар екенін еске салды. Сонда ғана Бақытжан мұғалімге көзін көтерді. Сізге біздің мектеп ұнай ма? Деп сұрады Айгүл, бірақ бала оған ештеңе жауап бермеді. Айгүл оны ішінен көріп тұрғанда еді, түнерген, сөйлемейтін және сыртқы әлемнен толығымен жабық. Бақытжан Айгүлге өзін қатты еске түсірді, сондықтан оның ішінде естеліктерден бәрі толқып кетті. Ол қолында қаламды қысып, содан кейін жаңа оқушымен қайтадан сөйлесуге тырысты. Бақытжан сенімен жадыра отырады, ол өте жақсы және ақылды қыз. Егер бірдеңе болса, мен бәрін өзім білемін, деп күбірледі Бақытжан. Айгүл оның ең болмаса бірдеңе жауап бергеніне қуанды, үнсіздігін сақтамады. Бәрін білетінің жақсы, деді Айгүл күлімсіреп, бірақ ақылды әрі әдемі қызбен отыру ақымақ әрі сүйкімсіз қызбен отырғаннан әрқашан жағымдырақ. Сол кезде ол оның көзқарасын көрді. Басында көрінгендей қорқынышты емес еді. Бақытжан мұғалімге сенімді, тіпті қарсылықпен қарады. Айгүлдің өзі де осы өткір көзқарастан ыңғайсыздана бастады. Кабинетке басқа оқушылар келе бастағанда ол жеңілдеп демалды. Ешкім жаңа баланың келуін бағаламады. Сыныпта жадыра партадағы көршісіне қыли көзбен қарап, оның жанына жақсы емес беделі бар жаңа оқушының отырғызылғанына көңілі толмағаны анық еді. Бақытжанның өзі де әдемі әрі ақылды көршісіне қуанышты емес еді, және оған әсерленбегені көрініп тұрды. Айгүл екеуінде ұзақ бақылады, ал сабақтан кейін Бақытжаннан сыныпта қалуын өтінді. Бақытжан ұжымда жақсы қарым-қатынас орнау үшін балалармен жақындасуға тырысу керек, деді Айгүл. Ол басын шайқады. Мен қаламаймын. Онда адамдармен қалай араласасың? Жаңа нәрселерді қалай білесің? Сенің достарың жоқ па? Мен сенбеймін. Айгүл қоңырауға дейін басына келгеннің бәрін айтты. Оған Бақытжанды біршама болса да өзіне қарату маңызды болып көрінді. Бұл бірінші кезектегі міндет сияқты еді, орындалуы қиын,
бірақ әбден мүмкін. Достарым жоқ. Менің ең жақсы досым Оралда қалды. Сен Оралдансың ба? Айгүл таңғалған жүз жасады. Ол бірнеше жыл бұрын Бақытжанның отбасы Астанадан шағын қалаға көшіп келгенін білетін, бірақ тұйық баланы сөйлету үшін қызығушылық таныту керек еді. Иә, Оралдамын деп жауап берді Бақытжан және орнынан тұрды. Маған кету керек, жақын арада келесі сабақ басталады. Айгүл басын изеді, бірақ өзі оған қатты ұқсайтын баланы бақылауын жалғастырды. Дөрекілік, оңашалану, тұйықтық, Айгүл ұмытуға тырысқан сол қиын кезеңдерде оған тән қасиеттер еді. Бірақ ол әр адамның ішіндегі кез келген мұзды ертуге болатынын білетін, тек бұл үшін қатты тырысу керек. Бірнеше күннен кейін Бақытжан мектепке бетінде көгерген ізбен келді. Айгүл артық сұрақтар қоймады. Балалар үнемі араларындағы қарым-қатынасты анықтайтын, ал оның оқушысы бетінен жұдырық ала алатын еді. Бала үнсіз өз орнына отырды, сабақта қолын көтермеді, бірақ бәрін дәптеріне мұқият жазып отырды. Бірақ түстен кейін мектепке оның анасы келді. Айгүл ол кезде оның есімін білетін, Бақытжанның ауысу кезінде тапсырған құжаттарынан қарап алған еді. Таңшолпан ашуға булыққан еді. Бұл не деген сөз? Деп Бақытжанның анасы Айгүлге наразылық білдірді. Менің ұлым сіздің мектебіңізге 3 күннен бері келеді, ал қазірдің өзінде көгерген. Мектеп басшылығы қайда қарап жүр? Мен шағымданамын. Айгүл әйелді үнсіз тыңдады, содан кейін сабырлы түрде. Ол бала ғой, ал балалардың төбелесуі әдеттегі жағдай. 16 жасар ұлыңыз бола тұра, сіздің бұл туралы білмегеніңіз таңқаларлық деді. Бақытжанның мектепте төбелескенін кім айтты? Таңшолпан еріндерін қымтып, бірақ ұзақ үнсіз қала алмады. Ол басқа қайда барады? Үйден мектепке, мектептен үйге басқа еш қайда бармайды. Жауапкершілікті маған аудармаңыз, мен жұмыс істеймін. Күйеуім де. Ал сіз ұлыңыздан оның қай жерде жарақат алғанын сұрадыңыз ба? Деп Айгүл нақтылады, және Таңшолпанның жүзінен оның бұл туралы ойламағанын немесе ойласа да, ұлының оған жауап бермегенін бірден түсінді. Бақытжан мұндай туралы айтпайды деп жауап берді ол. Өзіңіз сөйлесіңіз, сіздің мектепте психолог бар ғой. Бастапқыда ол екеуміз жеке сөйлесейік. Сыныпқа кірген Бақытжан үнсіз тұрып, аяқтарын ауыстырып басты. Таңшолпан сұрақтар қойды, олар қатты және эмоционалды болды, тіпті Айгүлдің басы ауырып кетті оның даусынан. Таңшолпан, шығыңызшы, өтінемін деп Айгүл сыпайы өтінді. Ал әйел мұғалімге ашуланып қарады. Шығыңыз деген не сөз? Бұл мені Бақытжанмен жалғыз қалдырыңыз деген сөз. Сіздің қатысуыңызбен ол сөйлемейді. Бұл айдан анық. Сіз дөрексіз. Деп кесіп айтты Таңшолпан, бірақ сыныптан шығып кетті. Бақытжан үнсіз қала берді. Айгүл оған мұқият қарады. Баладан бір үмітсіздік немесе сағыныш сезілетінін сезді. Онда агрессияда, дауласуға және бірдеңені дәлелдеуге деген ұмтылыста жоқ еді. Бақытжан, не болды? Бетіңдегі бұл шығармашылық қайдан пайда болды? Соғылдым деп жауап берді ол. Кімнің жұдырығына соғылдың? Бақытжан үнсіз қалды. Оның бұдан әрі бір ауыз сөзде айтпайтыны анық еді. Жоқ, бұл Айгүлдің қазіргі кезеңде оны сөйлетуіне мүмкіндік бермей. Уақыт пен ыңғай қажет. Мен директорыңызға барамын. Деп Таңшолпан ашуланып, тұрып кетпек болды. Бірақ Бақытжан кенеттен анасын қолынан ұстап алып, шығуға қарай сүйреді. Кеттік, мама. Мектептің мұнда еш қатысы жоқ. Келесі күні жүгіру кезінде, Айгүл үнемі Бақытжан мен оның үнсіздігі туралы ойлады. Жапаровтардың отбасында бәрі жақсы емес екені анық еді. Баланың өзінен өзі осындай болуы мүмкін емес, оны бірдеңе қатты мазалайтын. Айгүл мұны оның мектепке келген бірінші күні байқаған еді. Сенбі күндері Айгүл қала шетіндегі азық-түлік гипермаркетіне баратын. Ол сол жерден бір аптаға жетерлік азық-түлік сатып алатын, ал жұмыс аптасында дүкендерге бармауға тырысатын. Ол ақша жинап,
өз пәтерін армандады, бірақ ол үшін ипотека алу керек еді, ал ол үшін бастапқы жарна қажет еді. Айгүлге ешкім мұра қалдырмаған, тұрғын үйде жоқ еді. Сондықтан ол мақсатына өз бетінше жетіп, әрбір бос тиынын арнайы шотқа ұқыптылықпен салып отырды. Ол Таңшолпанды әлі алыстан көрді. Әйел ер адамның қасында еді. Ол сенімді түрде алдында арбаны итеріп келе жатты, ал оның серігі оған азық-түлік салып жатты. Айгүл оларға жақындамай, алыстан Бақытжанның анасы мен оның күйеуі болуы мүмкін адамды бақылады. Ұзын бойлы, арықша, бір түрлі тыпыршыған. Айгүлге кенеттен үлкен қар көшкіндей дежавю сезімі түсті, жағымсыз сезім. Соның салдарынан ол дүкеннен ештеңе сатып алмай, кенеттен шығып кеткісі келді. Ол көшеге жүгіріп шықты. Демін алып, тынышталғаннан кейін, Айгүл Жапаровтармен танысудың жағымсыз салдары туралы ойлады. Бақытжан өзгермеді, ешкіммен жақындаспады. Барлығынан оқшауланып, бөтен сияқты болып көрінетін жаңа оқушымен достасу қиын болды. Айгүл оны аяды, балаға қалайда көмектескісі келді, бірақ ол өзі қаламаса қалай көмектесуге болады. Ал содан кейін ол кенеттен мектепке келуін тоқтатты. Ол алдымен сейсенбіде, содан кейін сәрсенбі мен бейсенбіде болмады. Айгүл бірден Таңшолпанға қоңырау шалды, бірақ ол жауап бермеді және қайта қоңырау шалмады. Ал жұма күні мектепте Бақытжанның үйінен қашып кеткені белгілі болды. Бұл туралы Айгүл көрші үйден тұратын әріптесі Айжандан естіді. Милиция келді, бірдеңелерді тіркеді. Неге Бақытжанның ата-анасы бұл туралы мектепке хабарламағанын білмеймін. Милиция кешкеде директорға келген. Сен ол кезде мектепте жоқ едің, деді Айжан. Айгүл қатты ойланып қалды. Бақытжан үйінен қашып кетті, ал оның ата-анасы бұл туралы хабарлау үшін мектепке жүгірмеді. Ал егер олардың ұлының сыныпта досы пайда болса, ол сонда жасырынып жүрген болар еді. Таңшолпанның басына мұндай ой келмегені ме? Әйел тіпті Айгүлге қайта қоңырау шалып, ұлының жоғалғанын хабарлап көмек сұрамады. Сабағынан кейін Айгүл өз сыныбының балаларынан қалуын өтінді. Бақытжан Жапаровтар жоғалып кетті, деді ол. Ол сейсенбіде үйінен кетіп қалды, әлі үйінде жоқ. Мүмкін сендер бірдеңе білетін шығарсыңдар. Оқушылардың жауабына Айгүл қатты үміт артпады, бірақ үмітінде үзгісі келмеді. Мен оны кеше көрдім, деді жадыраның дауысы. Біз вокзалда әжемді шығарып салғанбыз, ал ол вагондарды күтіп тұрды. Бізден ештеңе сұрамаңыз, мен жауап бермеймін, өйткені мен бұл бір түрлі жігітпен араласпаймын. Рахмет, жадыра, деп шынайы жауап берді Айгүл, ал сабақтан кейін вокзалға қарай бет алды. Жоқ, ол сәттілікке сенбеді. Бақытжан ол жерде кешеде болған шығар, ал бүгін басқа жерде болуы мүмкін еді. Бірақ Айгүл үміттенді. Ол бірде-бір мектепте тіл табыса алмаған, ал енді үйінен де қашып кеткен бақытсыз баланың өмірінде не болып жатқанын түсінгісі келді. Сіз ұзын бойлы, шашы ипаланған, жасыл күрте мен қою жасыл кроссовки киген жігітті көрген жоқсыз ба? Деп Айгүл вокзалдағы адамдардан сұрады. Барлығы иықтарын қимылдатты, біреулер кетіп бара жатты, біреулер жақындарын қарсы алып жатты. Ешкімге жасыл күрте киген ұйпаланған жігіттің шаруасы жоқ еді. Әйел. Айгүл бірден түсінбеді. Ол бұрылып қараса, билет кассасынан алыс емес жерде швабра ұстап тұрған еден жуушы әйелді көрді. Сіз жасыл күрте киген жігітті іздеп жүрсіз бе? Ол ана жақта, жүк пойызының жанында жүр. Айгүл темір жолға қарай жүгірді. Бірнеше вагоны ашық тұрған жүк пойызын көрді. Айгүл әр вагонға үңіліп, Бақытжанды атымен шақырды. Егер алыстан платформа жағынан үрген итті көрмегенде, ол оны мүлдем байқамас еді. Бұл Бақытжан еді, қолында тістелген бәліш, ал бетінде толық үмітсіздік көрінісі бар еді. Дүйсенбіде оның бетінде болмаған жасылдау көгерген із де көрініп тұрды. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Деп сұрады ол наразылықпен, бірақ қашуға жиналған жоқ. Сені өгей әкең ұрама? Деп сұрады Айгүл ауыр дем алып, артық сөзсіз.
Күнделікті жүгіргеніне қарамастан, темір жол бойымен бірнеше 100 метр қашықтық оған ауыр тиді. Шамасы, ол қатты асығып келе жатқан шығар. Сіздің шаруаңыз емес деп ол басын төмен түсірді. Мені де ұрған. Деп айқайлады Айгүл дауысын қаттырақ шығарып, Бақытжан оның дауысын өтіп бара жатқан пойыздың шуынан естісін деді. 10 жастан 13 жасқа дейін қатты ұрған. Бақытжан көзін көтеріп, кенеттен Айгүлге қарай бір қадам басты. Олар бірге вокзалға қарай жүрді, ол жерде орындыққа отырды. Сонда ғана Бақытжан тілге келді. Мен оны жек көремін. Бұл сөздер соншалықты ауырсынумен айтылды, тіпті Айгүлдің жаны түршіп кетті. Әрине, ол одан туысқан жанын бекер көрмеді. Бақытжан оған бекер емес өзін еске түсірді. Мен де өзімдікін жек көрдім. Мен 9 жаста болғанда анам көлік қағып кетіп, мүгедек болып қалды, ұзақ уақыт үйде жатты, өзі жүре алмайтын және өзіне қызмет көрсете алмайтын еді. Ол кезде өгей әкем оның тезірек өлуін үнемі қайталайтын. Анам жарты жылдан кейін қайтыс болды, ал мен онымен қалдым. Олар үйленгенде ол мені асырап алды, содан кейін әкелік міндеттерін өзінің түсінігі бойынша орындады. Әке болу бұл ұру және қорлау, ал мен бұл туралы ешкімге айтпадым, өйткені мені күнделікті белдікпен ұрып, батпаққа батыратыны туралы мойындауға ұялдым. Бақытжан желінбеген бәлішті қоқыс жәшігіне тастап, ауыр күрсінді. Анам оның мені ұратынына сенгісі келмей. Ол оны жақсы көреді, ал мені жоқ. Мен әкеме айтуға тырыстым, бірақ әкем анамның кесірінен менімен сөйлеспей. Ол оған опасыздық жасап, өгей әкеме кетіп қалды. Содан бері ол ешкіммен тіпті менімен де сөйлеспейді, өзінің ренішінен. Мен онымен қала алар едім, бірақ анаммен қалдым, соны үшін ол мені кешіре алмайды. Сенің әкең бар ма? Деді Айгүл және оқушысының қолын жеңіл түртті. Менде ешкім болған жоқ, тек өгей әкем инсульт алғаннан кейін мені алып кеткен әжем ғана. Бірақ оған дейін 3 жыл қорқыныш пен үмітсіздік болды. Оның инсульті болды ма? Деп сұрады Бақытжан, оның жүзі үмітке толы болды. Ол лайықтысын алды ма? Алды деп жауап берді Айгүл, басында бір инсульт, содан кейін екіншісі. Білесің бе, менімен кеттік. Қайда? Деп таңғалды Бақытжан, бірақ Айгүлдің артынан жүрді. Ол баланы таксиге отырғызып мекен-жайды айтты. Бұл қала сыртындағы үй еді, онда ол 10 жылдан астам уақыт бойы көрмеген, бірақ мекен-жайын жатқа білетін адам тұратын. Көлік қоршаудың жанында тоқтады. Айгүл көліктен сенімді түрде шықты. Ол бұл үйге қалай келетінін, қоршауға қалай жақындайтынын, оны қалай көретінін көп ойлады, бірақ баруға батылы бармады. Енді міне, басқа адамға көмектескісі келгендіктен батылын жинады. Бұл кім? Деп Бақытжан қоршаудан асып қарап, ақырын сұрады. Үйдің кіреберісінде мүгедектер арбасы тұрды, онда немқұрайлы айналасына қарап отырған адам бар еді. Оның көзқарасы адасып жүрді, содан кейін кенеттен Айгүлге тоқтап қалды. Ол таныс дірілді сезді, ол белдікті қолына алған кезде сезетін дәл сол дірілді. Бірақ оның қолында ешқандай белдік жоқ еді, қолы салбырап тұрды, ал бұл адам үнсіз еріндерін қимылдатудан басқа ештеңе істей алмайтын еді. Мен енді сенен қорықпаймын деп күбірледі Айгүл, содан кейін бір жеңілдеу сезімін сезді. Ол қанша жыл ренішін жинады, қанша жыл онымен өмір сүрді. Осы үйге келіп, оның өміріндегі ең қорқынышты адаммен не болғанын көру жеткілікті болды. Бұл сенің әкең бе? Деп сұрады Бақытжан. Айгүл үнсіз басын изеді, бұрынғы жауынан көзін алмай. Бұрынғы, өйткені енді бұл адам ештеңе емес, бос орын, бақытсыз мүгедек еді, ол лайықтысын алды. Ол қанша рет дәрменсіз баланы ұрып, ашу мен өшпенділігін шығарды, ешқандай жауапкершіліктен қорықпай. Айгүл күтпеген жерден Бақытжанды иығынан құшақтап, өзіне қысты. Оның жанында бір кездері өзі сияқты дәл сондай адам тұрды. Ал Айгүл өзін әлемдегі ең бақытсыз адаммын деп әрқашан сенетін, және басқа мұндай адам болуы мүмкін емес деп ойлайтын.
Әрине, ол оған кездескенше сенді. Бақытжанға кінәсіз ұрылып, қарсылық көрсете алмайтын балалардың біріне. Оған жеңілдеп қалды. Олар Бақытжанмен бірге оның үйіне барып, шай ішті. Айгүл қонағын душ қабылдауға мәжбүрледі. Содан кейін оның әкесінің телефон нөмірін сұрады. Бақытжан ұзақ уақыт қарсылық білдірді, бірақ Айгүл табандылық танытты. Егер бір кездері әжем көршіге қоңырау шалмағанда, менімен не боларын бір Құдай біледі. Мен өмір сүрген тозақты тоқтату үшін үйдің шатырынан секіруге дайын едім. Бақытжанның көзінен жас жылтырады. Ол Айгүлге нөмірді айтты, ал ол сенімді түрде сөйледі. Еркін, сәлеметсіз бе? Менің атым Айгүл, мен сіздің ұлыңыздың сынып жетекшісімін. Ұлыңыз қауіпте, оған сіздің көмегіңіз қажет. Айтыңызшы, сіздің басқа балаларыңыз бар ма? Әрине, ер адам ренжіді, бірақ ол өкпелеп, ренжіп, көмекке мұқтаж жақын адамына назар аудармайтын кішкентай бала емес еді. Бақытжанның әкесі қалаға келгенше, бала оның үйінде қалды. Демалыс күндері еді, ал Айгүл Таңшолпанға қоңырау шалуды ойламады да. Өз жаңа күйеуінің мүддесін баласының мүддесінен жоғары қойған ақымақ әйел ұлының қайда екенін білуге лайық емес еді. Еркін ұлымен кездескенде оны құшақтады. Мен білмедім деп күбірледі ол. Ал Айгүл бұл көріністі бақылап тұрып, тек көз жасын сүртті. Осындай тұйық және суық Бақытжан кенеттен әкесінің келуіне қуанған кішкентай балаға айналды. Сізге қоңырау шалғаныңыз үшін рахмет деп Бақытжанның әкесі Айгүлге ыстық ықыласымен алғыс айтты. Егер сіз болмасаңыз, мен қандай ақымақ болдым. Бәрімізде мәселеге бетпе-бет келмейінше аңғал ақымақпыз. Еркін күлімсіреді, оның көзінде де жас тұрды, бірақ бұл алғыс пен жеңілдік жас еді. Реніш ең мағынасыз сезім, ол іштен жейді, бірақ оны жіберсең, бірден жеңілдеп, өмір сүру оңайырақ болады. Айгүл оған көзін алмай қарады. Қандай дұрыс сөздерді естіді ол қазір, тұтқыннан босатылғанына 12 жыл өткеннен кейін. Жара оны сыртынан да ішінен де жойды, ал ол ренішке және өз қабығында өмір сүруге қанша жыл жұмсады. Ал сенуге, сүюге, басқа адамдарға сүйіспеншілікпен мейірім сыйлауға болар еді. Қазір ұлынан бірнеше жылға айырылған бақытсыз әке өз сүйіспеншілігі мен мейірімін сыйлағандай. Сол түні ол дерлік бақытты болып ұйықтады. Ұзақ жылдар бойы Айгүл ішінде ескі қорқыныштары мен жек көрушілігін сақтап келді. Мұның бәрі соңғы тәулікте ауада еріп кеткендей, қандай да бір мағынасыз және ақымақ нәрсеге айналды. Дүйсенбіде Бақытжан мектепке келмеді, ал директордан Айгүл Бақытжанның әкесімен бірге Оралға кетіп бара жатқанын білді. Ол бала үшін қуанды, сонымен қатар басқа адаммен сөйлесіп, өзінің де, оның да өмірін жеңілдеткен үшін өзіне алғыс айтты. Бақытжан келесі күні мектепке келді. Ол Айгүл бірнеше апта бұрын көрген тұйық және қорқынышты балаға ұқсамайтын еді. Оның алдында мүлдем басқа адам тұрды. Бақытжан тіпті оған күлімсіреді, бірақ осы күнге дейін ол оның жүзінен күлкі көрмеген еді. Мен қоштасуға және сізге рахмет айтуға келдім деді ол, содан кейін Айгүлге қағаз пакет ұсынды. Ол басында бас тартқысы келді, бірақ ойын өзгертті. Өзінің уақытында оған көмектесуден бас тартпаған адамнан неге бас тарту керек? Бәлкім, ол шынымен де мұны лайық көрген шығар. Айгүл Бақытжанды құшақтады, іші қуаныш пен алғысқа толы дірілдеді. Ол өткен шақтың қысымынан осы босатуды қанша уақыт күтті және оны қаншалықты дер кезінде тастай алды. Бостандықпен әрі қарай өмір сүруге деген құштарлықтың дәмін сезініп, мүлдем басқа, реніш пен жек көрушілікпен ауыртпалықсыз өмір сүру. Өзінің ендігі бұрынғы оқушысының алыстап бара жатқан бейнесіне қарап, Айгүл күлімсіреді. Өткен шақ енді жоқ еді, тек бақытты және мағынаға толы болашақ бар еді. Басқаларға көмектесу, өз қабығында жасырынбау және ақыры өзіне аяушылық танытуды жөн көрді. Оқиғаны соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет. Осы оқиға туралы пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Арнаға жазылып, бұл видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бұл бізді күн сайын жаңа оқиғалармен жұмыс істеуге ынталандырады.
Экраныңызда пайда болатын келесі оқиғаны жіберіп алмаңыз. Біз сіздермен болғанымызға өте ризамыз. Осы видеоның сипаттамасында сіз барлық оқиғалардың каталогын аша аласыз. Кездескенше.